Сәлем бәріңізге. Қазір үйде по домашнему донер жасаймыз. Донер кетчуп, майонезден жасалған соусты жағып аламыз донердің лаваштың үстіне. И содан кейін салат саламыз. Салат капуста мен қиярдан жасалған салат. Так, мол болсын деп толтырып саламыз, толтырып. И так, содан кейін ет саламыз. Ет куриный филе, қуырылған, окорочка болады любой. Говяжий да ет болады, сковородке қуырып аламыз. И помидорды саламыз. Помидор тоже по-домашнему. И мына жерде кішкене соус құйып жібереміз. Кішкене соус жағып, қуырып жіберіп. Так, жағып жібереміз. И содан кейін морковный салат. Тоже көбірек саламыз, по-домашнему күшті. И донерімізді орауға кірісеміз. Донерді орағанда қаттылап орау керек, чтобы шашылып қалмайтындай. Ораймызды. Хопс. Донер готов. Стоп.